Hellcat. Hey, selam ciglar, қаласыңдар, сендермен бірге мен Қазақ KZ. Бүгін мен жаңа ғана бір 10 минут бұрын мына заңды саған тосын видеоға түсіргем, толықтай видео түсіргем, нормально түсіріп, мен мына модизенді бүйтіп мына ортаға алып келмеймін ба, сөйтіп X басатын кезде, видеоны өшірген кезде удалить, закрыть не болмаса, видеоны көрін деген шығады. Осы модизеннен кім біледі, модизен баратындар біледі. Удалитті басып жіберіп, кешіріңіздер, байқамай. Енді мен бұл видеоны қайтадан түсіріп жатырмын. Бұны өз қолыммен салдым, мына Қазақстан деген туды, мына ішіне темшек салған жоқпын, шашып кеттім. Ал ана ішіне темшек бар. Мынандай үлкен, өте үлкен болады. Бәрін түсіндіріп шығайын тез-тез. Мына жерге дер болады, ұзындығы. Мына аяқтан ана аяққа дер болады. Мына жерге дер болады. О аяқтан ауыл шыға салады. Прикинь, ауыл бар, көріп қойтайық. Ерсі ауыл екен. Еп, твою ма. Әдемі екен, ауылы? Бәңі жоқтығын, достар, бәңі қарағанда жоқтығын. Бірақ бияқты көріндік, просто бет-бет қарып кетіп қалдық. Міне бұл замықтың бірінші жағы өте үлкен болды. Алды өте үлкен болды. Достар, егер менің осына екінші видеом шығарсын десеңіздер, маған өте көп лайк басыңыздар. Және мен өзіммен қасыма мен тағы да Мұхаммед Әлі деген досым бар. Мұхаммед Әлі деген мен сыныптасым. Сол баламен бірге қосып жүретін боламын. Осындай терезелеріне осындай тор қойып тастадым. Үстіне свет қойып. Қай қабырсың, кірей! Мына жақтан енді керуендегі адамдар кіреді, мына жақтан нелер кіреді ғой. Яғни саудагерлердің өздері кіреді, тексеріп, ішіне оған пышақ жоқ па деп, мына жақта керуен тексеріліп кіреді. Және достар, өте үлкен болады. Мына биік жерге мен сарайды салатын боламын. Астында алша болсын. Менде сондай бір код бар, сол кодты көрсетін десеңіздер, достар, маған еще тағы да лайк басыңыздар. Жарай ма, достар? Ұмытпаңыздар, достар, ешқашан лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Сіздермен бірге болған Қазақ KZ деп әлі айтпай мойындамаңыздар. Және мен тағы бір істегенім, мен былай болады, мен сол досыммен бірге мен бүгін түнде түсірем. Сіздер егер маған көп лайк жиналса, мен сол видеоны ертең сразу салатын боламын. Егер осыны бүгін көріп, лайк, комментарий көп шығып, және де 20 подписка жететін болса, екінші бөлімді сразу шығарам. Бүгін де түсіріп қоям. Қашан 20 подписка қашан жетеді, сол кезде бірақ түсіретін болам. Сол кезде бірақ шығаратын болам. Енді достар, қараңыздар. Енді мен онлайнында осымен зомби апокалипс ойнайтын боламын. Күтіңіздер. 1, 2, 3. Чао, достар, сіздермен бірге болған Қазақ KZ менің YouTube арнам. Сіздерге ұнаса лайк пен коммент басып кетіңіздер. Және де маған жазылыңыздар, өтініш жазылыңыздар. Менде 17 подписчик. Ол өте аз. Егер мен YouTube'дан маған 1000 подписчик болатын болса, айтамай қалдым. Мен ақша жинай бастаймын. Әлі KZ дегендер кім біледі, солар сияқты Нони KZ, Нотчанл деген сияқты. Менде ақша жинай бастаймын. Сөйтіп, менде ақша тапқан сайын мен өте қомақты ақшалар алып, мен өзіме өте керек заттарды алып, және де өте қызық видео түсіретін боламын. Достар, менің арнамнан ешқашан подписканы басуды ұмытпаңыздар. Лайкты басыңыздар, комментке жазып, қоңыраушаны өте көп басыңыздар, өте мықты белсенді болыңыздар. Достар, мен сіздерге сенемін. Ал достар, сіздермен бірге болған Қазақ KZ. Сау, достар.